Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін шәуел жапырағынан өте керемет дәмді болып шығатын сорпа дайындаймыз. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен сүйегі бар етті осылай суға қайнатып, көбігінің барлығын алып аламыз. Бұл сорпаны сиыр етінен дайындасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Осылай барлығын сүзіп алған соң, тұзын бірден салып, қақпағын жауып қоямыз. 1 сағаттан соң туралмаған осындай бір пиязымызды саламыз. Содан соң сәбізімізді, қызанағымызды турап осылай салып қоямыз. Тағы да жарты сағат өткен соң көбіктап туралған картопымызды саламыз. Содан соң шәуел жапырақтарын турап дайындап қоямыз. Барлық көкөністеріміз піскен кезде шәуел жапырақтарын сорпаға қосамыз. Артынша 2 жұмыртқаны кесенің ішіне қатты араластырып аламыз. Содан соң сорпаға жаймендеп құя отырып, сорпаны да араластырып отырамыз. Сол кезде барлық жеріне біркелкі етіп жайылады. Осымен біздің дәмді болып шығатын сорпамыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Және де дайындаған болсаңыздар, комментарийға пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ас болсын!